Алғаш әке деген сөзді осы адамға айтқанбыз. Балаларында, немересінде ешкімге жаутеңдетпей өсірген адам ғой. Жауғашты деген адамның өмірін жазған болатынмын. Адам сондай мейірімді жақсы жан. Қатты жақсы көремін. Әке мейірімін бергенде осы кісі өзінің 9 баласын әйелі қайтыс болғанда екінші рет үйленбей өсірді. Кейін балалары өсіп, менің анамды жалғыз қалғанда біздерді өсірді. Туған әкемді қатты жек көрдім, бірақ оның да өмірі өте қиын болған. Туған әкемнің әке-шешесі тірі болса да ешқандай жылулық көрмей өскен. Атам шақалақ кезінде туыстарына асырауға берген екен әкемді. Әжемнің көз жасына қарамай, 40-нан шықпай берген, ал асырап алған туыстары әкемді мейірімсізбен өсірген. Сол үшін де туған әкем жауапкершілікті білмейді, жылулықты білмейді, еркелетуді білмейді. Бұл шындықты мен туған әкемнің өз аузынан 2018 жылы 25 жасында естідім. Телефонмен өзі звондаған. Бірақ біздер кездесуге дайын болмадық. Туған әкемнің кездескісі келді. Тек менің кездескім келмеді. Ешқандай сезім, әкеге деген сағыныш болмады. Біз бір-бірімізді бөтен болып кеткендейміз. Бірақ мен бәрін кешірдім. Өйткені туған әкем кешірім сұрады, өкінетінін айтты. Бізбен әкем мүлдем араласпаса да, туған ата-әжем байланысын жасап тұрды, араласып тұрдық. Туған әкеммен соңғы рет 3 рет қана сөйлестік. Одан кейін сөйлеспедік. Мен оның нөмерін блок еттім. Өйткені әжем қайтыс болғанда келмеді. Туған анасы үшін келу керек еді. Сол үшін әкем байланысын үздім. Әжем қайтыс боларда қасында болдым. Тұңғыш ұлым, яғни менің әкемді қатты күтті. Әкемнің бауырлары қанша жалынды, көндіре алмағасын мен әкеме звондадым. Сонда әкем, менің ондай шешем жоқ, мен бармаймын деді. Солай жаназаға келмеді. Ал әжем байғұс әкемді іздеп арғы дүниеге өкінішпен аттанды. Жаны қысылған сайын әжемізге тұңғышың келді деп алдасақ та, әжем келмегенін айтып жылап жатты. Сол бір әжемнің соңғы сапары жүрегімде мәңгі жатталып қалды. Әжемнің жаны жаннатта болсын. Арада 7 жыл өтті. Туған әкемнің өміріне бар екенін ұмытып кеткендей болдым. Бірақ өмір ұмыттырмайды. Туған әкем анамды тастап кеткенде бір әйелдің қолына кіріп алғанын бұрын естуші едім. Сол екінші әйелін бір ұлы мен қызы бар екен. Оларды еш уақытта көрген емеспін. Осыдан 1 жыл бұрын қайным бір қызбен жүреді. Содан ол қызды келін ету ойда болғасын сұрастырамыз. Сол қыз менің сіңілім болып шығады. Тағы да туған әкемнің жауапкершілігінің жоқтығынан ол қыз кішкентай кезінен зорлық көріп, бой жеткенде бұзылады. Ол қыз маған қатты ұқсайды. Бірақ біздер бөлекпіз. Қайным ол қыздан бас тартты. Осыдан соң мен туған әкемді танығым да келмеді. 2025 жыл. Жақында туған әкем туралы алыс туысым. Сен туған әкеңді естідің бе? Ол қазір бас ауырып есінен адасқан. Қатты жүдеп кеткен. Міне қара деп фотосын жіберіпті. Қазір ол ешкімді танымайды екен. Алла шипасын берсін. Жақсы болсын, жаман болсын, әйтеуір аман жүрсін деген басқа ештеңе айта алмадым. Бәлкім бәрімізді ұмытып қалғанда дұрыс шығар деймін. Өткен азабы мен күнәсін білмей өткенде жақсы болар. Сонда ешқандай қиналмас еді. Мен әлі күнге дейін әкеммен кездесуге дайын емеспін. Білмеймін, жүрегім қаламайды. Өзім де қинағым келмейді. Сол үшін ішкі сырымды осы жерге ақтардым.